Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын таңғы ас дайындаймыз. Толық құрамы мен мөлшерін видеоның астына қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларға сөзсіз ұнайды. Алдымен 2 жұмыртқа және жарты стакан сүтті араластырамыз. Кішкене тұз саламыз. Енді жарты стакан ұн саламыз. Тағда жақсылап араластырамыз. Бізге көк пияз керек болады. Ұсақтап тураймыз. Жарты помидор 4 бұрыштап турап аламыз. Жаңағы массамызға қосамыз. Сіздер колбаса қоссаңыздар да болады. Менде дайын фарш бар екен. Кішкене сол фарштан қосып жіберемін. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді сырымызды теркадан өткізуге болады. Мен пышақпен осылай ұсақтау етіп турап алдым. Табамызды қыздырамыз. 2 шөміштен құйып пісіреміз. 2 минутта піседі. Келесі бетіне ұнатамыз. Келесі беті 1 минуттай тұрғаннан соң бетіне ұсақтап турап алған сырымызды саламыз. Екі бетін біріктіріп, тағы 1 минуттай ұстаймыз. Сіздер көбірек жасағыңыз келсе, осы мөлшерді 2 есе қылып аласыздар. Біздің таңғы асымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.